кечелерінде бір 80-90 жыл бұрын пайғамбар саллаллаху бір ғалымның түсіне кіріп Шамда, Шам еліндегі. Сол кезде бір ғалым түсіне кіріп, пәленше деген дүкен бар, сол дүкен ішінде пәленше деген жас жігіт бар, соған менен сәлем айт депті пайғамбар саллаллаху. Сәлем айт, жәннатта менің көршім, достым болады деп. Сонда әргі ғалым кісі таңертең тұрады, түсінде пайғамбар саллаллаху көрген әлгі жас жігітті барып іздейді. Енді ғалымдар пайғамбарлардың несі? Мирасқорлары. Барып іздеп, жаңағы жас жігітті тауып алып, мен саған пайғамбар саллаллаху сәлемін алып келдім дейді. Бірақ ол сәлемін саған айтпастан бұрын дейді, сені мен Алланың аранда қандай бір оқиға бар дейді. Пайғамбар саллаллаху мен түсіме кіріп саған сәлем жолдайтындай дейді. Сен қандай бір амал жасадың деп сұрайды ғой. Сонда әлгі жас жігіт айтады, мен айтайын, бірақ ешкімге айтпауға уәде бересің ба деп аузына сөз алады. Уәде бергеннен айтады, мен дейді жақын арада үйленген едім дейді. Үйленген кезде әйелім 5 айдан кейін босанып қойды дейді. Әйелім менен алдын аяғы тайып бір жаман жолға түскені бар екен дейді. Бірақ 5 айдан кейін әйелім босанып қойды дейді, мен үйленгеннен кейін. Әйелімнің көз жанарынан шынайы тәубе қылғанын, шынайы өкінгенін, Аллаға шынайы бет бұрған байқадым да, мен әйелімді кешірдім дейді ғой. Ол әйелімді кешірдім, мен ешкімге айтқан жоқпын, оның айыбын жасырып қойдым дейді. 9 ай болады, босанады. Босанған кезде барлығы мешітке кіргеннен кейін жамағаттың ең соңғы болып мешітке барады. Баланы мешіттің алдына қойып кетеді ғой әлгі сәбиді. Өзі барып жамағатқа тұрады. Намаз бітем дегенше жамағаттар шығады. Әлгі бала жылайды енді сәби болғаннан кейін. Сосын барлығы мешіттің алдына сәби тастап кетті, бұл кімдікі деп. Әлгі жас жігіт ең соңғы шығады әдейі. Ең соңғы шығып, жамағат не болып жатыр десе, біреу баласын тастап кетті. Мен үйлендім, білесіздер, балам жоқ. Осыны мен бала қылып бағып алайыншы деп, жамағаттан біраз рұқсат алып, өз баласын сөйтіп бағып алады екен. Біріншіден, елдің алдында ана баланы бағып алып, баласы қылып алды. Екіншіден, әйелінің не істеді? Абыройын сақтап, кемшілігін жасырып қойды. Яғни бұл кісі сахаба емес. Бұл кісі табиғин емес, бұл кісі әулие емес. Сіз бен біз сияқты қарапайым кісі екен да. Яғни біз біреуді шын жүрегімізбен кешір алып жатсақ, сол амалымыз үшін Алладан бір үміт күтсек болады екен да. Біреуді кешір, пайғамбар саллаллаху айтады, менің ең үлкен сүннетім дейді. Таңертең кешке жаңағы ұстаз айтқандай, жүрегіңді тазалап ұйықтау дейді. Анас деп айтып жатыр. Жүрегіңді таңертең кешке тазалап ұйықта. Мұсылмандарға өшпенділіктен, дұшпандықтан, кешір алмаудан, олардың саған жасаған зұлымдықтарынан, соның барлығын кешіріп, жүрегіңді тазартып, босатып, солай ұйықта дейді. Бұл менің ең үлкен сүннетім дейді. Манахия сүннәти, кім менің бір сүннетім тірілтсе дейді. Фақад ахаббани, пайғамбар саллаллаху мені жақсы көрген болады дейді. Оман ахаббани, кім мені жақсы көрсе, кәна ма'ия фил жәннәти, жәннатта менімен бірге осылай болады дейді. Пайғамбардың сүннеті орындау. Яғни біз осы шын айтқанда қазіргі заманда кешіре алмаймыз біреуді. Бара алмаймыз, бере алмаймыз. Неге бере берем, ол бермейді. Неге мен бара берем, ол келмейді деп не істейміз? Санасып қаламыз да. Яғни сол себепті мынау ағамыз айтқандай, кешіру пайғамбар саллаллаху ең үлкен сүннет екен ғой. Ең үлкен сүннеті. Адал болу, кешірімді болу.